Сәлем бәріне, бүгін біз 10-9 есепті шығаратын боламыз. Көріп тұрғандай мына жерде жақшаның сыртын тағы да дәреже тұр, яғни 3 дәрежесі. Бұны біз осы сандарға көбейтіп шығуымыз қажет. Яғни 2-ні 3 рет көбейтуіміз керек. Сонда 8 шығады. 3-ті 3 рет көбейткен кезде 27 шығады. Аның үстінде 1 дәрежесі бар, көрінбейтін, және аны 1-ді 3 көбейткен кезде аның 3 дәрежесі, және де бұның 2-ні 3 көбейткен кезде бізде шығады 6. Бір мүшенің дәрежесін табыңдар деп тұр. Яғни мына дәрежелердің санын қосамыз. Міне дәрежелерін қосқан кезде 9 шығады. Екінші есепте дәл солының дәрежелерді көбейтіп аламыз. 3-ті 4 рет көбейткен кезде бізде шығады 3-ті 4 рет көбейткен кезде бізде 81 шығады. 4-ті 4 рет көбейткен кезде бізде 256 шығады. Енді аның квадрат дәрежесі тұр. Квадратты 4-ке көбейткен кезде бізде 8 шығады. Мына жерде бізде енді бұның 3 дәрежесін 4-ке көбейткен кезде бізде 12 шығады. Енді біз дәрежелерін қосуымыз қажет. 8-ді 12-ке қосқан кезде бізде 20 шығады. Үшінші есепте дәл солынан 5. Яғни бұл жерде бізде 4-ті 5 рет көбейтіп алуымыз керек. Сонда бізде 1024 саны шығады. 3-ті 5 рет көбейтуіміз керек. Сонда 243 саны шығады. Енді М 5 дәрежесі тұр. 5-ті 5 көбейткен кезде 25. N-нің 2-ні 5 көбейткен кезде 10 шығады. 25-ті 10-ға қосуымыз қажет. Сонда 35. Неге біз қосылатымыз айтқанымдай дәрежелерінің санын қосыңдар деп тұр, дәрежесін табыңдар деп тұр. Төртінші есепте біз жақын сыртында 3 дәрежесі шығып тұр, яғни 2-ні 3 рет көбейткен кезде 8, астында 9-ды 3 рет көбейткен кезде бізде шығады 729. Байқағандай бұлында сандар қысқармайды. М-нің 10 дәрежесін 3 көбейткен кезде 30, N-нің 13 дәрежесін 3 көбейткен кезде 39. Сонда бізде 69 дәрежесі шығады. 5-ші есеп. Ондық сан беріліп тұр. Жазып алайық. Айтқанымдай мұнда ондық санды біз бөлшек санға айналдырып алуымызға болады. 5-тен 3 бөлшек деп алуымызға болады. Яғни 5-тен 3 саны көбейтілген аның 12 дәрежесін көбейтілген бұның 16 дәрежесі. Сонда бізде дәрежені қосқан кезде 28 саны шығады. Жерде біз минус санды 13 астына 10 жазып аламыз. Бұны біз қысқарта алмаймыз. X 10. 10-ды осы жазып алайық. 10, 4. Сонда X минус 13-ті 3 рет көбейтуіміз қажет. Сонда мұнда біз 13-ті 3 рет көбейткен кезде бізде минус 2197 саны шығады. Ал астында 10-ды 3 рет көбейткен кезде бізде 30 шығады. X-ті 10 дәрежесін 3 көбейткен кезде бізде 30 шығады. Y-ті 4-ті 3 көбейткен кезде 12 шығады. Сонда бізде дәрежелерін қосқан кезде 42 саны шығады. Достар, мен жерде қателестім, мұнда 1000 саны шығады. Яғни 10-ды 10-ға бөлген кезде 100, 100-ді 10-ға бөлген кезде 1000 саны шығады. Мен қателесіп кеттім. 7-ші есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Сонда маған белгілі болады, түсінгендеріңіз немесе түсінбегендеріңіз, яғни комментарияға жазып кетіңіздер. Мен жауабын айтамын. Онда 10 есебін шығарайық. Осындай есепті біз қажет. Және де мұнда бізде А 2-ге тең, Б
5-те 3-ке тең. Ал шығарайық. Ең бірінші біз мынау сандарды шығарып алуымыз қажет, яғни көбейтіп алуымыз керек өзара. Көбейтілген 4 және де А 2 дәрежесі, Б-ның 2 дәрежесі. Сонда бізде шығады, мына қысқартамыз 4 пен 4-ті, сонда 5-тен 3-ті көбейтеміз А-ның квадраты мен Б-ның квадратына. Енді орын-орнына қоюымыз қажет А мен Б-ны. Сонда бізде 5-те 3 жазып аламыз. Көбейтілген А-ның квадраты бізде, А бізде 2-ге тең болса, 2-ның квадраты бізде 4 болады. 2-не 2 өткен кезде 4. Б-ны мына жерге қоятын болсақ, оны 2 рет көбейтуіміз керек. Оны осылай жаза салайық. 5-те 3 көбейтілген 5-те 3 тең болады. Мында бізде 5-те 5-ке өткен кезде мына астында 1 бар көрінбейтін. Сонда 5-те 5-ке өткен кезде 25, 25-те 5-ке өткен кезде 125 шығады. Сосын 3-те 3-ке өткен кезде 9, 9-ды 3-ке өткен кезде 27, және де мына жерде бізде 4 саны бар. 27-ні 4-ке өткен кезде бізде, сонда бізде 108 саны шығады. Бүгін біз 10-да 9-шы және де 10-да 10-шы есептерді шығардық. Егер сізге түсінікті болса, лайк басып подписаться етіп кетіңіздер.